Қайратпен бірге гастроль концерттер жасадық мысалға. Қайрат Нұртаспен? Бейнебаян түсірдік, ол бейнебаянды 30 мың теңгеге түсіргенбіз. Қымбат қой, қатты. Менің мамандығым негізі қазақ тілі әдебиеті. Нағыз саналы ер азамат алды артын ойлау керек деп ойлаймын. Шықта жеген құйқаның дәмі кетпес деген сияқты. Сондай керемет дауыс иегерлері соны пайдаланбайды да мысалға. Таңдайсыз ба әртістерден? Мынандай әртіспен жұмыс жасаймын, мынандай әртістермен жұмыс жасамаймын деп. Осындай самға жасай берсін. Рахмет. Әлия, Назым. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін бізде кезекті подкастымыздың қонағы бәрі танитын адам. Менің ойымша, Шығыс Қазақстан облысы бойынша бірінші орында, екінші республика бойынша, еліміз бойынша белгілі Айдын Алдархан. Өзі әнші, өзі продюсер, өзі военный, өзі 8 қырлы, бір сырлы деп айтуға болады. Және де бүгінгі подкастта біз Айдын мырзаның тұлғалық жаңа қырынан ашамыз деген ойдамын. Әлия, көреміз бе? Көреміз. Қызықты болады деген ойдамын. Айдын мырза, қалыңыз қалай? Қош келдіңіз. Өте керемет қалым. Қош көрдік. Да, жәннаттың төрінен келген адам. Иә, айтпақшы, Айдын мырза катондық, менің жерлесім, сондықтан. Бәсе Катонның патриоты деп. Иә, катонның мен патриоты. қайын жұртым деп, онда мен де қосылып, мен де айтып қояйыншы. Так что сіз отырмағанда кім отырады деп. Иә. Жақсы оқалдым, иә. Жақсы оқамыз ба? Негізі Айдын мырзаны 2 жылдай болды танығаныма. Бұрын просто как певец ретінде танитын. Әнші. 2 жыл бұрын ба? Әндері бар, иә, одан бұрын енді. Әндері бар адам, содан кейін сіздің ұлыңыз біздің орталыққа сабаққа келді, сол жағынан танитығым. Ал былай жақын ара танымадым. Қандай адам екенін де білмедім. Бірақ 2 жыл бұрын 2 жыл бұрын Айдын мырзаның жұбайы Алуа ханым врач, со кісіде нутрициолог, УЗИист врач белгілі қаламызда. Со кісіге клуб здоровья сонда барам. Сол жерде жақын ара таныстық, отбасымызбен араласа бастадық. Сондықтан көп сырларын, қырларын біле жатам. Енді оны подкастта ашуға тырысамыз. Айдын аға, қош келдіңіз. Мен жаңа Айдын аға сізге 1 жыл тапса, мен тұрмыста болғаныма 12 жыл болыпты. Жолдасым танылған где-то 17 жыл болыпты, сонда примерно 15 жыл сізді білем ғой, иә. Бір адамның ғұмыры дейсің ғой. Бір адамның ғұмыры. Қайын жұрт жағымнан жаңағы менің жолдасымның ауылынан деп, сол мен жолдасым, қайнағамның досы, одан бөлек жаңағы жолдасымның сыйлайтын ағасы деген сияқты. Сол кісінде білем, бұл кісімен бір әңгіме шертқасаң, бұл кісі адамды күлдіріп, көңіл күйін көтеріп, бәр немеңді төңкеріп, позитив, ана бүйтіп бір өшіріп тастайтын адамдар болады ғой, өзіңнің қандай настроең жоқ болса да, сол кісі сияқты білем бұл кісіні. Сондықтан бүгін одан кейін ең бір таңғалған нәрсем, бұл кісі мен военный деген кезде мен қатты таңғалатым, қалай военный адам осы сияқты өнерде жүру мүмкін деп. Военный адаммын деп. Иә, өте творчество. Иә, толы. Осы жағын сіз қалай келдіңіз, ол немен айналысыз, вообще сіз кімсіз? Кто ты, как? Кто ты, воин? Кто? Енді неше түрлі тараптан сұрақ қойып жатыр да. Бірақ енді қайсынан бастап айтайын? Өзіңізден бастап. Өзім катонның тумасымын. Сол елдің, сол жердің патриотымын. Отанды сүйгеннен кейін отанды сүю бесіктен деген сияқты. Отанды сүю және сол әскери қызметкер болу арманым болған. Онымен қатар өнер адамы, жаңағы әншілікті, нағашыларым, әкем, шешем бәрі жақсы ән айтады негізі. Солардан маған қонған болу керек. Нағашыларым өлең айтады, кітап шығарған, жазады, оқиды деген сияқты. Шығармашылық дейсің. Сондай мықты бір тұлға деп айтсам болады, сол жақ тараптан. Ал енді осы өте алыста болды мен армияда. Да? Қай жақта болды? Қиыр, шығыс, Сібір қоймыш. Атайдаса болмайтын жер, Ахмер деген жерде болды. Өскеменге өте алыс ба? Өскеменге өте алыс. Ол есіме түсірсем енді жүрегіңіз ауырады. 40 теңге ақша керек болды ол кезде. 42-ші автобуспен кеттік.
содан бәріміз сол жаққа барып 42-ші автобуспен барсақ өңкей анау адам жейтін адамдар сияқты ана жерде детектор дейді ғой, қорқып ана зданиядан. Қайда тап Вы куда пришли, войны деген сияқты. Сол жерде әскери борышымызды, отандық борышымызды өткөрдік. Жақсы болды деп ойлаймын енді. Содан келісім шарт бойынша қызметке орналасып, қазіргі таңда сол талай жылдай болып қалды. Отанға қызмет, отанды сүю. Әншілікке қалай келдіңіз сонда? Жоқ, сол военныйда должностыңыз қалай қазір? Должностым негізі ондай нені көп айта беруге болмайды. Спецчасть. Сұрай берсең айтып қоямын. Ол неме ғой? Устав. Жақсы. Сондықтан біз ертең жұмыстан шыққанның кезде де біз 5 жылдай ешқандай ақпарат беруге болмайды. Сондықтан ол жағынан кішкене. Енді қалай осы әскери званиямды айтайын десем, иә, қызметте жүріп қалай әншілікке келдіңіз? Немесе әншіліктен келіп военныйға бардыңыз ба? Келіп негізі десем болады да, мен көпшілігі білет, Олжас Нұрғалиев деген досым. Сол екеуміз негізі студент кезден бері танитынбыз. Әскерге барған кезде түрлі үйірмелер болады, конкурстар болады әскери. Сәл енді әскери пехота деген болады ғой, пехотада болдық біз. Өте машақаты қиын. 7 километр жаяу барасын, 7 километр қайтасын, оның несі көп, қитұрқылары көп. Мысалға шымыр болған шығарсыз. Енді гонче болдық. Шаңғы мен 200 километр жүргесін, содан кейін жаңағы марш-бросок деген сияқтар бар. Ана БМП-мен атқан кезде, оқ тимей қалған кезде, мысалға братская могила деген болады. 6-7 машинист бар, наводчик бар, механик бар. Сол бәріміз андай муляж болады осындай. Патронды ғой енді. Гильзаның несі бар. Сонымен жүгіреміз ана жақта мишенге мысалға. Ол 5 шақырым болуы мүмкін, 3 шақырым болуы мүмкін сол мишеннің тұрған жері. Соны бар ұрасын анамен. Бүкіл артынан 6-7 адам. Тигіз алмай қалғандар бар, жазықсыздар, жазықсыз емес адамның барлығы жүгіріп барасында ананың барып ұрған кезде ана табло айланады. Сол кезде тигдік деген сияқты. Сондықтан сол сияқты сол тигізу керек, өз бір дөп көздегі нәрсеге жету керек деген сияқты ғой. Сол мысалға жаңа айтып жатқаным ол қиын болды әскери неде шыңдалып қызметте. Сонымен жаңағы Олжас Нұрғалиев деген сол жаңа айтып жатырмын ғой, досымыз екеуміз қашып былай енді арасында клубқа барып бір конкурстарға қатысақ ән айтатындығымыз бар ғой. Оның ағасы, оның үстіне әнші Мұстау деген топ болған. Сол Олжас екеуміз сол түрлі конкурстарға армия және культура деген лауреат болдық. Бүкіл жерлерді араладық десек болады. Шаралға дейін жан-жақтарға бардық. Сол жерде басымыз қосылған дуэт болып жүрдік, бірақ топтың атын құрған жоқпыз. Кейіннен әскерден келгеннен кейін Самғау деген топ құрайықшы деп. Я помню. Біз самғамыз. Иә, сондай Самғау деген топ құрдық. Сіздер самғасыздар. Жаңа Қайраттың ол кезде әні хит болып бастаған. Қайратпен бірге гастроль концерттер жасадық мысалға. Қайрат Нұртаспен. Онымен қалай кездік? Афишаларымыз бар. Енді жена молодая, я молодой. Жас кез ғой енді. Сондықтан сондай таныстығымыз сөйтіп концерттер беріп тұратынбыз. Елдің бәрі бұл жақтағы біздің тіптен жерлестеріміз, басқа бауырларымыз бізді Алматыдан келген әншілер екен деп сөйтіп қабылдаған. Өйткені біз киім тіктіріп, түрлі әндер, группа болып жаздыңыздар, группа болдық, жақсы қызмет жасадық. Соның бір семьяда бір адамдар болды ғой. Олжастың өзіне де айтайын. Мысалы мен бір аранжировка жасап, съемкаларға КТК-ға шақырады. Олжастың үнемі қол тимейді, қойып келесі жол шақырғанда барам деген сияқты әндер айтатынмын. Сонымен біздің тобымыз сондай қатты неге болашақ шықпады, иә? Көрсете алмадық. Неше жыл болдыңыздар? Енді бір 6-5 жыл, 6 жыл. Я помню. Біраз уақыт қой, иә? Ана нені, баннерларды, афишаларды помню. Афишалар, тойларда да сондай болады. Біреуіңіз отырасыз, жігіттер отырады. Иә. Группа Полторашкаға ұқсайды. Иә. Сондай болған. Сіз өнеріңізді жалғастырып кеттіңіз? Содан басталған. Ол негізі Олжас екеуміз сондай бір корпоративтар, бір қуанышты мерекелерді өткізіп жүрген кезде біздің жұмысқа қабылдайтын жаңағы замполит дейді ғой, тәрбие әлеуметтік. Сол
жаңа ағамыз бізді көреді да, сосын жұмысқа әскерде болдыңдар ма? Иә, әскерде болдық. Міне ғана әскерден келдік, жұмысқа орналасайық деген ниетіміз бар, бірақ әншілікті бүйтіп жастық не ғой. Ол кісі соны бізді жұмысқа шақырып, жақсы бір қызметте жұмыс істейсіңдер, ертең болашақтарың жарқын болады, отбасыларыңмен үй алуға деген сияқты бір жолдарын көрсетіп, соны екеумізді әскери қызметке шақырған болатын. Сол өнердің арқасында, иә? Шығармашылықтың арқасында. Солай кеп біз байландық. Олжас сол контрактісін бітіп, қазір Қалбатауда мұғалім. Кет қалды, иә, басқа сал. Шығармашылықты қойды ма? Енді қойды десе болады, бірақ енді арасында ән айтады. Келіп тұра ма? Келіп тұрмайды, енді сол жақта бір жиын, қыздардың қуанышында мерекелік шараларда өлең айтады. Сіз енді ары қарай жалғастырыңыз, ол енді басқа бағытпен кетті дейсіз ғой, иә, әрбір? Иә, ол басқа бағытпен, отбасылық бағытпен кеткеннен кейін, енді мен өзім шығармашылығымды жайлап қолыма алып, қазіргі таңда Самғаудың клипі бар, өзі бір клипі бар. Өзімнің 6 бейнебаян түсірген екенмін. Соңғы бейнебаяныңызды көрдім мен, неме арнасында, иә, той думанда, иә. Өте керемет, сол жерде сіз жолдасыңызбен түсіңіз. Сол жайында айтып жіберсеңіз деп па? Жолдасыңызбен қазір дуэтсіздер ма, шығармашылық өнерсіздер ма деген сияқты сұрақ кетеді ғой, қалай болды? Ол кісіні енді сынығыда жұғады деген сияқты. Анда-санда бір көрсетіп қояйық деген. Ол кісі врач қой енді негізі. Қайтып ол кісіні? Енді түрлі бір түсірілім алаңында жарақат болып қалмасын деп ертіп алғанбыз ғой. Актриса болып кетті ма? Күшті, әдемі. Әдемі, керемет шығыпты да? Ода емес, шынын айтқан кезде көмектесу, қолдау ғой, иә. Бір-бірімізді қолдаймыз. Сонымен қатар бір жас қызды мен түсірейін деген ойым болса, ол кісі ойланды ма? Ертең үйге кіргізбей қойды ғой. Сондай мәселеде. Алуахан, понятно, тактика күшті. Тактика күшті. Ал қазіргі таңда ең жақсы көретін әніңіз өзіңіздің, көңіліңізден шыққан әнді сіз өзіңіз жаздырасыз ба или сатып аласыз ба, қалай қазіргі? Енді жарайды, үлкен республикада жүрген, эстрадада жүрген артистерді айтпай ақ қойын, олар қалай істейтін. Біздің қазіргі жағдайда, мысалы, өңірлік әншілер қазір сіздер қалай жұмыс жасайсыздар? Қалай туады сол әншілер? Негізі менде көп әндер Шымкенттің балалары жазады, оңтүстіктің ақындары сөзін жазады. Болмаса осы мына Күршімнің Алтынбек Рәбілұлы деген ағамыздың қазір жақсы сұраныста жүрген ауылында күнде той деген ән бар. Бұйырса бейнебаян түсірейік деген ой бар. Сол сияқты ол не ғой, мейлі қай жақтан болсын, өзіме ән ұнаса, жүрегім қалап тұрса, сол тақырыпта ән айта беремін. Өйткені ол әнді мен тегін береді, сатып алмаймын. Басқа хитмендер сияқты қымбат әндер сатып алып жасайтын болсам, онда ол жолы бөлек болар еді. Қазір осы тарапта мысалға маған бейнебаян түсіргенге де қаражаттарын беріп, ән жазғанға да қаражаттарын беріп, сөйтіп творчествоны Аллаға шүкір дамып кетті. Мынандай жағдай болды, Назым білесің, біз Дубайға бардық қой, сол кезде. Қалай барып келдіңіз? Рахмет, Дубайға керемет барып келдік, бөлек әңгіме. Сол Дубайда кәдімгі сіздің өлеңдеріңізді қосып, кәдімгідей билеп келді жолда. Біз өйткені біреу емес, топпен барған кезде сіздің өлеңдеріңіздің көбі ауылға, патриоттық, катонға қатысты екен да. Бұның бір секреті бар ма? Немесе потому что біз Дубайда жүріп сол өлеңге биледік қой. Жоқ, мен альбом жазған өткен жылы. Бірақ көбінде сол туған жерге байланысты әндерім көп. Енді туған жерге, жаңа айттым ғой, туған жерді жақсы көресің, ауасын сол жерде аунап, балалық шағың өткен. Әр тасы, әр тауы өзі сен үшін ыстық болғандықтан, отанды сүйгендіктен сондай катон туралы бір ән айтсақ, жазсақ деп жазған болатығым. Кім жазды оны? Оны негізі тапсырыс беріп, Арыстанбек Кәкеев деген ағамыз бар, композитор. Иә. Өзі сондай керемет ұстаз. Ерлан Ахметов деген қазір Павлодар өңірінде тұратын ағамыз сөзін жазған арнайы. Сол әр ауылдарға тоқталып сипаттама берген. Сол әнді өзіме ұнап, ол әнді естідім ол кісіден. Ол кісі маған ұсынған жоқ, бірақ мен өзім бір шығармашылық кешінде келіп, аға осындай әніңіз бар екен, мен айтайыншы дедім. Айта қой деді. Ешқандай енді ол кісі мені білмейді былай қарағанда. Сондықтан сол әнді жазып, Алматыдан жаңа аранжировкасын жасатып, біздің музыкалық тілмен айтқан кезде. Сол әнді бейнебаян түсірдік, ол бейнебаянды 30 мың теңгеге түсіргенбіз. Қымбат қой, қатты
өте қымбат. Жоқ, енді негізі ол бейнебаянды мен Қайсарбек деген бауырымыз түсірген. Ол жолдасымен Love Story түсіруге бару керек болатын Катонға. Мен айттым, сендерді керемет жерді көрсетем, даже мұзтауды көрсетем деп апарғам Рахманға. Соны бір киім, олар өздері арасында түсіреді, Love Story жасайды. Соны арасында мен түсе қалам да жүрем. Бір апам көріп айтты ғой, мына баланың шаршады ғой деп. Мына бала талай жерде жаяу жүрді, шаршады деп бір апамыз. Сол сияқты әр жерден локация алдық, сөйтіп түсірілген болатын. Ол енді мен апарғаным үшін ол маған рахметін айтып тұр. Бірақ енді монтаж жасадық, ол өте жақсы болып той думаннан талай айланды. Иә, көрінді. Рахмет ретінде енді монтаж жасаған түсіргенім бар деп бір кигізген көйлегім деген сияқты бір 30 мың теңгесін берген. Сол тарапта сондай түсірілген бейнебаян. Балалық шағыңыз қалай өтті? Туған жер деп айтасыз да? Сол туралы Балалық шағын айтыңызшы енді. Балалық Айдын шағы- Алдарханның балалық шағы. Балалық шағым өте қиын болды. Өте қиын. Анандай табиғатта қиын болуы мүмкін емес. Енді Катон табиғатын білесіз ғой, Назым. Білемін. 6 ай қыс, 3 ай күз ба, сондай ғой. Жаз қайда? Жазды ретке көреміз. Салқын Жаздың өзінде күпәйке киіп жүреміз ғой. Сондықтан енді табиғаты әдемі, қатал, онымен қатар адамдарды сондай бір таудың адамдар ғой. Тоже бір ашыла бермейді. Иә, Тұйық, адамдар иә. тұйықтау Тұйықтау. Күйеуім тұйық. Мақтау, марапаттау, мадақтау дегенге сондаймыз деп кішкене қалған. Қаттысыздар ма? Жүрегіміз сондай, жұмсақ бірақ деген. Қай жерден? Енді балалық шақ болғанда енді әр баланың балалық шағы сияқты балалық шақ болды. Жұмыс істеп, әке-шешеміз қызметте, жұмыста шешем 41 жыл сол ауылдың больницасында қызмет атқарған. Ауылдың құрметті азаматшасы десем болады. Сондықтан ол кісілердің бәрі таңның атысынан жұмысқа кетеді. Үйдің жұмыс тіршілігінің бәрі бізге мал ұстайды. Елден қалмау керек деген сияқты. Содан өзіміздің жұмысымыз біткен кезде көрші жаңа Оралхан Бөкеевтің ауылында нағашыларым. Сол ауылда Шыңғыстайға барып, ол жақтың шөбі бар, отын жару деген сияқты сол атам мен апам қолында өскем негізі мектепке дейінгі шағымда. Сондықтан бір бүйрегім сол жаққа бұрылып тұрады. Бара бересіз ба? Сол жаққа барып. Ән айту сол кезде айттыңыз ба? Енді қиға жүресің, отын жарып жүресің, жалғыз өзің жүресің. Ән айтасың, айын айтасың, айғайлайсың тауға қарап деген сияқты. Сондай кішкене енді. Сөйтіп дами берген шығар вокалдық. Ал негізгі сіздің мамандығыңыз басқа, иә? Кім бол? Мен мамандығым негізі қазақ тілі әдебиеті, филолог. Мен ана ауылға барып практика өткенбіз. Сол кезде ана Кітапбаева апайымыздың методикасымен Бітібаева план сызып, кім қай жерде отыр, мысалға сабақ берген кезде өте 5-ке практиканы 5-ке беріп келгем. Соны университетке шақырды, мұғалім боласыз ба деп. Оған кішкене қазір военный болып сөзге шорқақ болып қалдық негізі шын айтқан кезде. Бітібаевадан оқыдыңыз ба сонда? Ол кісі берген, дәрістер берген, соның мысалы қарға мен түлкінің несі бар ғой, шығармасы. Сол кезде ол макет жасайтын ол кісі. Чымчып көрсетті балаларға. Сол сияқты бізде де соның школасын өткеннен кейін өзінің бір тактикалары бар. Солай сабақ беріп, балаларға қызық болу үшін, және ол бірінші күн танысқан кезде ол баланың қай партада кім отыр аттарын жазып схемасын сызам. Соны айтам, Әлия тыныш отыр дейсің, ол шоке болады, мен жаттап алған деген сияқты. Жанында Тимур неге жыбырлап отыр деген сияқты. Сол сияқты бір түрлері көп оның. Сөйтіп сабақ беріп, 5-ке беріп, өзім бір жағынан шабытмашыл келді. Одан кейін дәл сол кезде мұғалім болған кезде сәлеметсізден сау болыңызға дейін жазатұғын. Балаға сабақ беру былай қалсын, жазу, отчет, оның тексеруі, басқа дегендер көп болды. Мен жалпы қазақ документке жоқпыз ғой. Дұрыс айтасыз. Сондықтан аттан далаға аштым десем болады сол жерден. Так, сіз ойлаңызшы, Қанипа апайдың қандай мықты оқушысы болар едіңіз де? Иә, ол кісі мысалға Абай болсын, мейлі бір өлең оқыған кезде жан бітіреді ғой да. Иә, кәдімгідей. Сондай бір дауысы қандай еді. Ұстазымыз бір екен, о жағын. Мақтысыздар. Сол гимназияның түлегімін сол кісінің.
Мен гимназияда оқыған жоқпын, ол жаңағы университет Дәрістерде. қабырғасында берген, иә. Университетте сабақ алдыңыз, Енді иә? қазақ әдебиеті осы. Сонымен Сондай сол ауылдық. қазір енді мысалы сіз музыка саласындасыз. Шығармашылық жалпы, иә. Шығармашылық саласы. Мен әртүрлі саладамын қазір. Қайсы Бизнес. өзіңізді қалай позиционировать етесіз? Бизнеста. Қай салада көресіз өзіңізді? Кім деп ойлайсыз өзіңізді? Айдаһардың үш басы деп. Үш нәрсені біріктіріп Сегіз отырсыз. қырлы бір сырлы, но Иә. адам жаңа сияқты Жоқ, мен ол былай ғой, беріп тұрғандай. иә, былай нәрсе ғой. Қазіргі қоғамда жан сақтау керек, бала шағаны асырау керек деген сияқты. Сонымен қатар өзіңе ұнайтын хобби да бар, мысалға сіздер сияқты. И ол табыс әкеле ме? Оны зерттейсің, болмаса мына жақтан қарайсың, мына жақтан қарайсың, бір нәрсеге ұстанып тұрасың, жаңа әскери қызметкер сияқты. Сол әркім өз-өзін теңізде қалайынан жүзем, қалайынан жан сақтайын деген бағыт қой. Атак бір нәрсеге бүйтіп ұстанып алған не жоқ ондай. Мен мынау боламын деген сияқты. Позициям сондай енді. Бір нәрсеге жығылып, не әлгі арба өледі, не өгіз өледі, әлгі арба сынады, не өгіз өледі деген сияқты емес. Оның түбіне жететіндей, мысалы сіз жаңағы көрем, қаншама атақты ошолғы көрдім, даже Мақпал апамызбен жұмыс жасағыңыз. 2001-нің ондай үшілістен ондай қайтатын сөз. Енді Мақпал апамыздан мысалы өйтіп мақтау, мақтау алу, мадақтау, кәдімгідей істеу, ол 2001-нің қолынан келе бермейтін дүниеде. Мысалы мен сізді мысалы қарап отырмын, былай жағынан сіз туралы айтқанда былай жағынан көрдім да, мықты қай салада болсаңыз да, мысалы сол салада қазіргі кезде артыңызға іс салатындай, мысалы жаңағы әрбір, менің ойым ол жеке, әрбір саланың ісін баспай, мысалы нақты сонда бір қоғамға жаңағысы бір іс салып кететіндей бір орталықтары, продюсирование дейік па, немесе білмеймін, сол сияқты нәрсе ашу ойыңызда жоқ па? Өйткені біздің қалада ол сияқты жұмыс жасайтын мен көрмеппін. Негізі ойым бар. Команда жинау деген сияқты, иә. Бірақ мен жаңа айттым ғой, әскери қызметкер болғасын, онша соған уақыт бөле алмаймын. Мен жаңа кешкісін түсті бүйтіп уақыт болғанда, иә. Енді өзімнің уақыттарым бар ғой, сол уақытта өзім творчествома сәл уақыт бөлем. Дегенмен өнер студиясы деген орталық бар. Ол жерде жаңа Елімай, Дулат деген бауырларымыз қолға алып жатыр. Вокал да бар ол жерде, тіпті эстрадалық бағытта, әнді өңдеуде, барлығы сол жерде. Студия, иә? Өзімде бір 50-30% сол жерден дүние жасаймын. Сондықтан, ондай нәрсе бар. Просто оны дамыту керек, балалармен, уақытпен жұмыс істеу керек деген сияқты ғой. Сол тараптан кішкене тартынамыз да. Қазір енді шығармашылық балалар, мықты балалар көп қой деймін да, вокал, дауыс, осы жерде ғана қалқалады да олар. Мысалы, қазір білесіздер, мысалы мұғалімдер мектепте береді, неме айтатындар сол деңгейде қалады да, жаңа сіз сияқты таныс тамырлы жаңа нәрселер бар, ол деңгейге шыға алмайды. Но сіздің мүмкіншіліктеріңіз бар деп айтқым келгенде, сол баланы оқисыз, дамытасыз, одан кейін барады да, ол Мақпал апамен бір өлең айтуы мүмкін де, Қайрат Нұртас, мүмкін республикалық деңгейге апару мүмкін де. Ал неге, почему бы нет, соларға бір жол бағыт көрсетіп жібермеуге деген сияқты? Жоқ, мен онсыз да қаншама бауырларыма бағыт бағдар бердім, былай істе деп авторлық әндерінде жазып жатыр деген сияқты. Оны сіздер байқамайсыз, сіздер білмейсіздер да. Соны қазір айтыңыз, біз қазір соны ашқай отырмыз. Айтыңыз. Сондықтан ол балаларға болса болады, мен мысалға 70-80% әншілер таниды да қазақ эстрадасында. Бәрі таниды, Айдын деген сияқты. Барлығы нөмірі бар деген сияқты. Кез келгенмен жұмыс істеп кетуге болады да, оның бәрі тағы да ақшаға келіп тіреледі. Қаржыға. Иә. Бір жақсы бір әнді дуэт қылып жазайық десең, ол ешкім қарсылық білдірмейді. Бірақ ол біздің тараптан қызық не болу керек та енді. Әнді өңдеу керекпіз, бір ән тауып керекпіз деген сияқты. Ол баланың образы бар, ол баланың жүрісі бар деген сияқты. Оған мысалға сіз дайын емес болуы мүмкінсіз да, анасы болмаса әкесі. Енді біз Өскеменді білесіз ғой енді, мұндай деген сияқты ақша бөліп бере алмайды. Енді кішкене аудандық не деп ойлайды да андай. Онда мына тұрғыда, қазір үкіметте осы тұрғыда мысалы вокалға, дауысқа белгілі бағдарламалар шығып жатыр. Мысалы кәдімгідей, мысалы біздің жұмыс жасап жатқан, мысалы орталықта да белгілі үкіметтен біз қаржыландырады. Соның арқасында бізде актерлардан балалар тегін білім алады.
яғни кәдімгі профессиональ сахна, театр сахнасын, кино сахнасын көрген. Неге сол бағытқа біраз көңіл бөліп, сондай балаларды сон мемлекеттің берген қаржысынан сол жағынан жұмыс істеп көрмеске дегенім ғой. Просто сіздің бір емес, екі емес, бәленбай уақыт жылдық тәжірибеңіз бар, өзіңіз де көргесіз, басқа нәрсеге деген сияқты. Енді бір сондай школа ашу ма, или білмеймін, енді мен сіздің жаңағы тәжірибеңізден сондай нәрсе көріп отырмын. Мысалы, сіз жаңа айтпасаңыз, мен шынымен білмейді екем, сіз қаншама балаларға көмектесіп жатқан кездегі нәрседен. Оны фундаментально бір жерде сол білет, мысалы, балам вокалдан әртіс болады, мен осылай дамытқым келем десе, ал Айдын Алдарханның осындай школасы бар, соған бар деп айтатындай. Енді ол болашақта деген, болашақтың еншісінде, бірақ енді осындай дайын сіздер сияқты мысалы орталыққа мен болысуға, қолдауға әрдайым бармын, дайынмын. Жәнегі көптеген балаларды музыкальныйға, жаңа колледжға түсірдім, жалынып, не қылып, оқы, сен бірдеңе шығады деген сияқты. Көптеген балаларға енді Алматыға кетуіне септігім тиді. Күшті ғой енді вообще. Күшті. Иә. Бір ортаға кіру үшін. Енді оны біреуін былай деп айта беремін, қасымда біраз жоқ олардың. Үйлі баранды болып кетті, Астана кетті деген сияқты. Түрлі жағдайлар болды. Дегенмен енді өзі білетті. Мен өстігім жаман адам істеген айтады деген сияқты өйтіп айтқым келмейді. Ал жалпы менде ең бірінші қойған сұрағым болған Айдын аға, осындай талантпен, осындай таныстармен, енді қолда бар нәрсе ғой, ол нетворкинг дейді. Қазіргі тілмен айтқан кезде, сленгпен айтқан кезде, өзіңіз неге сол жаққа бармайсыз? Алматыға кетіп, өнер ортасына. Көп адам айтады, жоқ, негізі военный болғанда да көп адамдар сөйтіп айтады, бірақ енді тұрақты жұмысым болғаннан кейін, үйдің үлкені, патриотсыз. Үйдің үлкені болған, жоқ, патриот болғанда да, үйдің үлкені болғаннан кейін стабильность, иә? Алысқа кете алмадым да. Оның үстіне жаңағы отбасылымын, балалар кішкентай деген сияқты. Мысалға, нағыз саналы ер азамат алды-артын ойлау керек деп ойлаймын. Мен әнші, мен биші деп кет қалмайды дейсіз ғой. Қазір технология бар, дамыған ғой. Осы жерде отырып ақ, тиктогі бар, басқасы бар. Өзін насихаттай беруге болады да. Түрлі бейнебаян түсіріп, бұрынғы сияқты емес та. Сондықтан пысықтық таныту керек енді. Мен де мысалға әскери адаммын, мен ой деп отырсам, сол зарплатқа, сол жұмысқа қарап отыра бересің да мысалға. Мен енді түрлі жолдармен мысалға өзімнің өнерімді, өзім басқа да қырларымды дамыта беремін да. Әлеуметтік желілермен қаншалықты доссыз? Әлеуметтік желі сізге қаншалықты пайдалы болып жатыр? Пайдалы жағын білмеймін енді. Пайдаланбайсыз ба? Танымдылық? Пайдаланам, бірақ енді әлеуметтік желі енді бір альбом сияқты ғой қазіргі заманда. Қаражат құймайсыз болған? Қаражат құймаймын. Әлеуметтік желі енді ол таным үшін ғой, білу үшін, жеке өміріңнің бір фактілермен бөлісу үшін. Бүгінгі күн ертеңгі тарих деген сияқты деп ойлаймын өзім. Сіз солай ғана қабылдайсыз ғой? Солай деп қабылдаймын. Мен бір әнім шықса соны салам. Бір мысалға мен келіп жатқан өнерпаздармен де фотоға түсіп оларды салмайды екенмін. Байқатып, содан кейін сұрап отырмын да. Содан кейін әшейін бар біреулерді қараймын, бәлкім өзіме керек ақпаратты қарайтын шығармын. Әріптестерімді қараймын, шабыт аламын содан деген сияқты. Енді әлеуметтік желіде жеке бренд қалыптастыра отырып, сол арқылы табысты болу деген қазір мәселе. Ең ауқымды нәрселер ғой. Кәдімгі айтып жатқан, қазір уже көбі оқытып жатқан, білім беріп жатқан нәрсе. О жаққа қарап көрмедіңіз ба? Оның тәңі айтып жатыр, жұмысқа кері әсері тиіп қалады деген ойда ондай нәрсе жасап. Қолыңыз байланып тұр екеуміз. Қашан шығасыз соны айтыңызшы. Ұшу керек болып тұр. Ұшайын десеңіз сізде шығасыз. Қашан шығасыз енді пенсияға? Түн шығам, үйде бүйтіп қылқындырады. Устав қылқындырады дейді, қылқындырады. Душит меня. Қанша уақытыңыз қалды содан босау үшін? Болды ғой. Ойбай қойыңыз, ондағыны қазір экраннан көріп, Құдай сақтасын. Алла ханымға бәрі анандай комментарий кетпесін. Қалжың екен деді ғой, иә. Бәрі қалжың, бәрі ғой. Айдын мырза, енді қазір сіздің осындай болып қалыптасуыңыз, ол балалық шақпен связаны.
балалық шақта сіз андай тәрбиелі өнегелі бала болдыңыз ба әлде бұзық болдыңыз ба? Енді бәрі ойлайды негізі мен тәрбиелі, сондай қой аузына шөп алмас, Енді мен- момын деп Иә, ойлайды. иә, иә. Сондай образ беріп отырсыз. Жоқ, ондай емеспін. Ал қандайсыз Мен айтыңызшы. бетпақты аламын. Катон сияқты кеңмін дейсің ғой. Кеңмін. Мен енді қазір класстастарым да көрсе айтар, Ауылдағыстарың сондай инабатты, сондай Иба. адам болатын. Бүкіл мысалға бір есімде қазір 10-шы класста Әсем, Аягөз, Гүлнұр деген класстастарым ана бізден трафаретпен жазады ғой, класс бұрышын трафаретпен бояп, оның бәрін қырқып жабыстырып бір апта істеді соны. Соны бір апта істеді де, соны біз Жанар деген қарындасым екеуміз пол жуамыз да, мен су әкеп берем, парталарды қозғатамыз. Сөйтіп тұрған кезде ана кісілер келді де маған сүртіп алған жерге ілейік деді ананы. Мен айттым, болды, іліп берем дедім қазір. Мен тосып тұрасыңдар, бірге қайтамыз дедім. Ананы ілдік. Сол жаңа шелекті алдым, толтырып су әкелгем ғой. Сосын айттым, қыздар, мынанға бүйтіп айландырған кезде бір тамшы жерге тамбайды дедім. Жер құрғақ күйінде қалады деп сөйтіп көп сөйлеп тұрдым ана жерде. Сөйттім де бүйтіп айландырдым, ана валына бүйтіп көтерілді ана шелектің бетінде. Бүйтіп айландырып әкеткен кезде төгілмей қалды, пісімілдеді. Сөйтіп айланып, да ты чё деп біреу сұрады, білмеймін, бір қыз сұрады. Да ты чё, төгілмейді екен иә деген кезде әге конечно деген деп айтып үлгердім. Ана жерде 3-ші партаға келіп тиді анау шелек. Класс бұрышына олай төгілді қаласы. Сонымен бүкіл краскасын бәрі ақты. Мұғалімнің бөстігімен алып сүртіп, бір жазуға оқылмайды. Салам алейкум болды общем. Опять Айдын. Бақаны кім салған кім дегенде. Қасқырдың іші жесе де жемесе де қан болдыңыз. Содан кейін Индира деген класстарымыз бар. Қыздар болғанда да бір жақсы ойнайды да допты. Иә. Бір ең қызығы енді футбол, не ғой, волейбол ғой. Дамып жатқан кез біз. Соларға мен бір осылар киім таба алмай қалсыншы деп бүкілінің кеталарын жинап аламын да бүйтіп шығып форчиканың сыртына бүйтіп ана косягі бар ғой сыртында. Соған іліп қоямын бүйтіп. Андар ала алмай жатыр. Сон біздің команда жеңеді деген сияқты. Жақсы ойнайтындар да. Болмаса тақтаның артына тық қоямын, сондай. Күшті нәрселер жасап жүретім сөйтіп. Әдемі нәрсе. Бүкілің пуховиктерін бүйтіп жинап әкеп кілт бар ғой, китайский кілт бүйтіп деп жабасың да. Кілтін алғанда форчиканы лақтырып жібереді. Ана күздің күні жапырақтың арасын таба алмай жүреді олар. Өзім үйге қайтып кетемін. Үйіңізге барып айтпай ма сондай әңгімелер? Бір кезде болды, мен енді шешем больницада істейді, енді халық құрметтейтін адам. Мектепке келе жаттым. Айдар деген досым бар, қазір досым екеуміз. Екеуміз алда отырамыз. Тәртіп бұзатын адамдар алда отырады ғой бүйтіп. Момон болып. Содан кейін келе жатсам бір Ленин бабамыздың несі жатыр енді. Значок жатыр екен. Алға комсомол деген. Ол ана шеті күйіп татпас қалған ба бірдеңе екен. Ана күні бүйтіп сүртіп тазалап отырып әкелдім де Айдарға айттым, сен соғыс ардагерсің. Осы значок тағып отыр дедім. Тақпаймын дейді. Мен күшім жетіп тұр да негізі оған. Досым болғандықтан тақ дедім ана. Жарайды деді. Тағып отырған. Бір кезде класстың іші шаң. Химия мұғалім келді, Гүлназия мұғаліміз келді. Журнал бүйтіп қойды. Не деген шаң, не деген сүйкімсіз класс деп. Аш ана форчиканы деп бүйтіп ұрысты да, бүйтіп қарады екенбіз. Ананың қара киіп отырған джемпері ма бірдеңесі болған. Қап-қара. Бүйтіп қып-қызыл сап-сары болып көрініп тұр ана. Немене сен комсомолсың ба? Чеш андағын дейді. Соны мен айтам, чешпе де қоямын ана. Соны артта отырған қыздар, өзіміздің класстың қыздары, мен апай Айдың мамасы қайда жұмыс істейтінін білемін, шақырайыншы деп. Сөйтіп шешемге бүйткен бір мойнымды. Күшті ғой. Неше түрлі сондай Жақсы нәрсе. қызық нәрселерім көп. Бірақ мектепте ән айттыңыз ба? Мектепте ән айтқан жоқпын. Білдірген жоқсыз ба? Вообще айтқан жоқсыз, иә? Айтатынмын, бірақ енді естуім бойынша сіз мектепте ондай өнеріңіз жоқ болды деп айтты маған. Мектепте ондай өнер болмады ғой. Бұзық болып жүрдіңіз, иә? Бізде енді ондай сондай бір концерттер болмай тұрғанда біз бір анау өзің мен сөйтейін деп белсендік танытпағаннан ешкім шақырмайды да. Бір ән айтып бетің ашылып болса бетпақтала боласың ғой. Иә. Ән айтады, осы айтады, осы істейді деген сияқты. Ашылмады ма мектеп бойы бетіңіз? Мектепте сөйттік. А то линейкаға шығып тұрады ғой мен арасында. Бұзық жасаған кім деген сияқты. Студенттік кезде ән айттыңыз ба? Иә, айттым. Жоқ, университет алаңында. Айттым. Айттыңыз, иә. Аяқ кездерінде.
Ашылдыңыз, ашылды, Жақсы екен, жақсы. Қазір айтып жүрмін қазір почта көрдік ошол өте керемет. балалық шақ сондай қызық болған. Жаңағы біздің көршіміз болған Бұлбұл апай. Аян деген ұлы бар, әгі балам екеуміз дос, енді замандас болып ойнаймыз. Содан кейін ұрысып қалған кезде жаңағы көрместей боламыз бір-бірімізді. Содан сол Бұлбұл апайымыз жүн алады, баларғай қабылдайды. Сол кісіге апарамыз да свалкадан аттың қылын бәрін жинап әкелеміз да. Жанында тағы сол ұлы бар, Аян деген. Сол екеуміз әкеліп өткіземіз қылшық деп. Аттың қылы бар да. Сондай бір бизнестер сол кезде басталған да. Идеяларың сол кезде? Ондай бизнес бізде де болды ғой деймін. Есімде бар. Ішіне бір бақыр су құйып жіберіп салмағын көбейтіп жіберіп па салмағын. Ондай нәрсе бар ма? Нешінші жылдар? 98-99 ғой дейміз. Қиын кез сол кезде, біз алюмин жинайтығымыз. Сонда қызбасымен не бар сол жерде алюмин жинап. Бүкіл мен Қараткөл ауылында абам қолында өстім ғой. Сол кезде бүкіл кең жазық дала ғой. Алюмин жинаймыз. Алюмин жинап кешке дейін жүрдім да. Содан кейін ағай бар, алюмин ететін, қабылдайтын. Сол кісіге бардым, тапсырдым қойдың алдында. Қойды бөліп алатын алдында, сол жақта тұрады сол кісі. Барып тапсырдым, 11 теңге деді. 11 теңге деген құдай сақтасын, бір бизнесмен болдық қой. Еще 10 теңге анандай бір, и 1 теңге бөлек қағазы 1 теңге, до сих пор помню, сол ең бірінші бизнес болған. Сондықтан ондай нәрселер, мне кажется, ауылда көп болды. Мен жвачка сатқам. Мен содан кейін жаңа қайнағаңдар бәрі біледі. Мен негізі лақап атым Жанталақ болады тұғын. Неге? Жанталас жүретім дейді. Әйтеу бірдеңке ашыла алмай, иә? Жанталақпен бармайықшы дейді тауға. Мен барсам, мысалы бүлдіргенге барсақ, мен бүлдіргенім тез теріп алам, жемей теремді. Тез теріп алам да, шөтке теріп кетем. Шөткен үй сылайтын. Сондай шөткені теріп әкелемін да, әр магазинде тұрады мен шөткем, 50 теңгеден. Күшті бизнес ма? Сондай сөйтіп қоятығым. Одан кейін тағы бірдеңеге барсақ, Қарағай Шайырғазғая барсақ, Қараған Сібіртікке қи кетем, сондай бір сүйкімсіздіктерім бар болатығын. Сүйкімсіздік емес, сол пысықтық шығар мүмкін? Білмеймін, сондай етім. Биыл енді, допустим, сіз бардыңыз ғой, мен жолдасыммен неге. Сонда айтады, тез жинайды. Мен бір шелекті Балғарағай барған жинағанша айдын уже бір бәшек жинап қояды. Ол жерде өскен адам болса, оның любой тасын тағып, қай жерде жатқан білетін болса. Бұның жолдасы өскен сол жақта берелді. берелді. Мен де жолдасым өскен. Адамға байланысты, наверное. Мынандай нәрсе, сіз шығармашылықты, неме қалай айтсақ, военный жұмыстар қатарлы сол кезде военныйдан болды, шаршадым, кетем деген уақыттарыңыз болды ма? Иә. Болған негіз. Қай уақыт қиын ғой бір жағынан. Соны айтып тұрмын да, мысалы, ол салада. Жоқ, ол екінің бірі шыдай бермейді. Негізі ол былай ғой. Біз творческий жағымыз болғандықтан бізге басшылықтан болатын болса, мейлі әріптестерінен болсын, бір қысым болатын болса, мынау өстіп, ана деген сияқты. Сол кезде өзі қажисың. Өзі бір кеткін келіп, бір тауға қарап ұлып жүретін кезі болады. Сол кезде не істейсіз? Сол кезде табан жалтыратайын ба деп ойлайсың. Ана декретте отырған мамаларда неме выгорание болады, депрессия деген сияқты нәрсе болады. Сондай бола ма? Артта прицеп бар, артқа қарасаң, кетсем оларды кім асырайды деген сияқты. Ойлан қаласыз ба? Ойлар келіп. Үйдегі ханым айтады ғой. Все, давай, таста дейді анда жұмысты. Қандай мықты поддержка, иә? Мен өзім бәрін қопарам дейді. Сен маған просто бағыт бағдар беріп отыр дейді. Поддержка дей ма? Бағыт бағдар беру үшін ақша керек қой. Ашылғаны инстаграмда сияқты ғой, моя работа это хобби, а так-то я на шее у мужа деген сияқты. Бәріміз сыналғанда солай ғой. Бізде енді түсіністікпен ғой. Ол жақ тараптан да, біз жақ тараптан да бір мәмілеге келіп дегендей. Мен негізі Айдын мен Алуаның, осы семьяның ең бір қызығатын жерім екеуінің қарым-қатынасы. Тіпті тіл көзден сақтасын. Чақ па? Жоқ, наоборот, анандай. Махаббат неше жыл болды сіздер бірге тұратын? Санамаппын деп отырсың. Білмеймін де қойсаңызшы. Балаларыңыз 12 жылда, до сих пор анандай бір ең жүріп жүрген кездегі сияқты аралары, махаббаттары. Қалай сол схема құрылған айтыңызшы? Қалай сақтап қаласыз оны? Жоқ, бірдеңе береді ау сол. Жас буынға айтыңызшы, өйткені қазіргі таңда
Енді білесіз, иә, развод деген бар, бір-бірін түсінбей жату Бірінші, деген бар. Бізде екінші орында тұрмыз біз. Развод бойынша Қазақстанда өте үлкен жаман статистика. Енді сол кезде енді 12 жылда семьяны сақтап қалу, 4 баланы дүниеге әкеліп оны асырап ол екінің бірінің қолынан келеді. жоқ ол Ұйытқы болып өйтіп мынандай военный жұмыспен еще шығармашылық жұмыс мысалы табылады. былай ғой ол мен енді әскери адам болғаннан кейін менде мінез бар. Әрине. Иә, ер азамат болғаннан кейін әйелдің де мінез бар, Еркелік бар, иә, бәрі бар. еркелік бар, кішіпейіл болу керек. Мысалы енді мен анамды қатты құрметтеймін. Анам десе кәдімгідей бүйтіп тұрамын әкеге қарағанда. Сондықтан енді анасын сыйлап, анасын құрметтеп, сондай неткен көрген адам керісінше қызына да, әйеліне де, жаңағы баласына да сондай ілтипат білдіреді деп ойлаймын мен. Ал енді ол мінез болғанда ол шақиып бүйтіп бір көңіл күй болмай тұрған кезде мен де бүйтіп шіреніп отырсам мысалға и чо деген сияқты. Онда болмайды да сондай нәрсе. Конфликт қалай Сол кезде ұрыс шешесіздер? болады да. Қалай шешесіздер енді? Ұрыспайтын, Енді бәрібір ол- сылдырламайтын болмайды енді- ғой. Болады ғой, бәрінің үйде ыдыс сылдырлайды. Қалай шешесіз? Ыдыс сылдырлаған ең чағылады десеңші. Чағылған туралы айтыңыз онда. Чағылған емес, мәселе үндемеймін да мен. А, Әйтеуір үндемесең үйдей пәледен құтыласың дейді ғой. Иә. Соның өзі бабына келеді. Мысалы мен кішкене көңіл күйім болмай жатса, ол үндемей қалады деген сияқты. Ол енді сыйластықтың бір түрі деп ойлаймын. Оны айтқанмен де бір махаббат деп ойлаймын енді. Бір адамды белгілі бір деңгейде жақсы көрсең, бәріне көз жұма қарайсың, сол адам үшін қызмет жасауға дайын болып тұрасың да. не күшті. Керемет. Мен 4 Сондықтан баланы кәдімгідей біраз уақыттар, иә, мысалы, мен білемін, сіздерде де балаға қатысты бізде болған проблемалар, көтере алмай жүру деген сияқты. Мен сол мәселе болған кезде маған жолдасым, енді бізде де сол қатынас болды ғой, сол кезде біраз менде сондай әңгіме болған, мүмкін ажырасып кетеміз деген сияқты. Енді бір емес 5 жыл болды ғой, сол кезде маған айтатын, сіздер сол кезде балаларыңыз кішкентай болдыңыз, сен ана сол кезде телефон берген маған ең бірінші, ана Айдың әйелі врач екенсің, соған хабарласшы, олар да одан кейін болыпты деп айтқан да. Енді оның бәрі былай қарасаң психологиялық реально бір андай напряжение болады да. Сол кездегі енді сол уақытта сіздер қалай көтердіңіз, қалай сол уақытты кештіңіз, иә, поддержка бердіңіз деген сияқты. Бірақ мен күйеуім сол кезде айтты, мен сенен ешқашан ажыраспаймын. Бала үшін бала болмаса Катон болмаса. жігіттер сондай болады. Секрет в этом был. Катонның адамдары адал болады да сондай. Преданный ма? Преданный десем болады да. Енді ол Қысым әйел жаққа болады бәрібір ол кездерде. Иә, ол қысым әйел жаққа болады. Туысқаннан болсын, қандай болсын, дос жораң болсын, баласы мынау менің балам анау деген кезде сол тақырыптан қашасың да мысалы. Сондықтан енді бір Алланың қалауымен сол күнге жеттік. Аллаға шүкір, 4 баламыз бар. Оның бәрі сол жаңа айтып жатқан махаббат. Бір адамды жаңа жақсы көргеннен кейін соған көңілін аулау, соған қызмет жасау деген сияқты. Оны ренжітіп алмау, көңілін жараламау деген сияқты. Сол тарапта жұмыс жасайсың да. Ал енді оны әр темір ұра берсең жаңағы не нәрсе болсын қирайды ғой. Сынады, иә. Ұра берсең Құдай өледі деген сияқты. Әйел адамы нәзік болғандықтан оған сәл нәзік қарым-қатынас керек. Табиғатын Табиғатын оны бір белгілі бір жерлерге апарып, белгілі бір көңіл күй сыйлап, сөз айтып. Иә. Сондықтан туысқан жақтан да, достан да бір сондай бір сөздік неге ұшырамасын деген сияқты. Соның бәрін қорғаштау, құрмет қой енді. Енді шын, иә, Алланың қалауымен сондай дейді ғой, әйел адам ер адамға берген аманат дейді. Ең бірінші, соны айтады ғой, басқа ең бірінші әйел адамның бірінші міндеті ер адамның мойынсыну, соның жаңағы айтқан тұрған немедерін соның көңілін шығару. Даже күйеуге шыққаннан кейін әке шешесі емес, күйеуі дейді да бірінші. Қазіргі кезде мысалы жаңағы ажырасу деп айтып жатамыз ғой, көбінесе осы планда бізден қыздар өзіміз табамыз, өзіміз бүйтеміз. Енді бар ғой, енді қазір бәрі өзім сөйте саламын деген сияқты. Екінші планға жіберген кезде қарым-қатынас күйрей ма сол? Қалай ойлайсыз қазір? Екінші планға жібергенде ме? Иә, жаңа сияқты мысалы табысты әйелдер өзім істей салам, өзім бүйте салам деген кезде өзім деген негізі ол дұрыс емес деп ойлаймын. Бір ауызбіршілік болу керек, жаңағы айтып жатады ғой,
мысалға абысын тату болса ас көп деп, ол астарында талай бір не жатыр, мағына жатыр да. Сол сияқты ол мейлі абысыны болмасын, үйде жалғыз дара болса да, ондай өзім деген әлгі Құдай ғана тән деген сияқты. Қашанда енді бірге мысалға алған нәрсенің әлгі ашықта жеген құйқаның дәмі кетпес деген сияқты. Мынаны білесің бе, сол кезде алғанбыз, мынаған осы кезде жеткенбіз деген сияқты. Табадан да әлімгідей айтамыз. Сол ыстықта мысалға. Кейбір мысалы ол өзім деген кейбір отбасыда қыз дайынға келеді. Болмаса керісінше болады. Енді әйел адам дүниесі дайын тұрады, соған келеді, ер адам дүниесі дайын тұрады деген сияқты айтып тұрсыз ба? Сол кезде бірге. Сол кезде сондай недер тақырыптар, түсініспеушіліктер болады, давка болады деген сияқты. Мен, это мое деген сияқты. Менікі деген сияқты нәрселер ма? Енді дұрыс айтасыз. Мысалы, жаңағы біздің деп даже Назым екеуміз Дубайға кеткен кезде мен Назымның видео немесінен неме көретін балаларына өзінің келіні, бауыры сөйтіп қарап бәрілер чулап видео жүр. Мен мысалы кеткен кезде екі қызыма қайнағам үйінде жаңа сияқты абысыны, мені бәрі қара қалды. Бұның өзі үлкен поддержка ғой, қандай нәрсе. Бұл біздің өсуімізге, жаңа бір мышлениенің қалыптасуына, бір-бірімізге деген поддержка ғой. Қанша айтса да. Қыз жақ болса да, ол жақ болса да, жаңа сіз айтып отырғаныңыз сол ғой, бір нәрсені айтып отырмыз ба? Дұрыс, иә. Енді жалпы адами қарым-қатынас қой. Тұлғалы, иә. Мысалы, әйелге қарағанда да, болмаса сіздер жолдастарыңызға қараған кезде менікі деген сияқты қарамау керек та, бір құрмет білдіріп қараса мысалға енді. Иә. О да саған құрмет білдіріп тұрады да. Мысалы, менің позициям мынау. Жазып отырыңыздар. Сенің позицияң мынау деп, мысалы, бөліп алады ғой, ол тоже дұрыс емес. Вообще біздікі болады ғой. Жұмыла көтерген жүк жеңіл деген сияқты бірлесіп істеген дұрыс та. Мен давай сен үлгермей жатсаң, мен баламнан асылайын, болмаса мынаны бүйте салайын. Осында барайық, бүйтейік деген сияқты. Иә. Вот жаңағы айтып жатқаныңыз осы нәрседе мен осы жаңағы сөзіңіздің немесін мен даже ошол бізде сол жолдасымызбен қатысты, мысалы Дубайға немегенде менің балаларым кішкентай қазір. Бәрі өзі 1 жарымда немеде, бәрі біреу садикке барады, біреу мектепке барады, біреу әлі қолымызда. Соның жолдасым аяқ астынан кетіп қалды, и бізде тағы бір жұмыс болып тұрды. И мен баланы апарып алып келуге кәдімгідей қиналып қаламын. Бір өзім жетпеймін. Сол кездегі жаңағы сияқты бір-біріне болса салып, мен мысалы қиналған жоқпын. Мысалы анау-мынау демес. Ағасына звондады, бауырына звондады, мен бауырына. Үшеуін үш жақтан. Ойлаңызшы, қайнағам алып келіп, неме үлкен қызды алып келіп берді, одан апарды, мені әкелді, мені апарып тастады. Жеңіл. Сол кезде жаңа сияқты мынау менікі, мынау менікі ғана істейтін дейтін болатын болса, қандай дүние болушы еді деген сияқты мәселе. Әрине соғыс болады осы. Иә? Мысалға былай ғой, менің таныстарым бар, енді мен оңтүстікпен де осы шығыс болсын, әр жердің адамдарымен араласам ғой. Сол кезде мысалға әйелге деген құрмет басқалайды оларда. Мысалы өзі югтің болмаса оңтүстіктің табиғатын көрмеген, сол жақтың тәрбиесін көрмеген адам сол сияққа құсайды да, сол сияқты мысалға. Сондай болғысы келеді. Әйелін айтады, сен мынаның бәрін істейсің, үлгермесең мынау деген сияқты. Содан кейін быт-шыт, ана жерде соғыс басталады. Жанжал басталады. Бір-бірінің табиғатына сай емес. Жоқ, ер адам өзін жоғары көрсетеді. Өзін жоғары, мысалы, мусор шығармаймын мен деген сияқты әңгіме айтады да. Мынау менің міндетім емес деген сияқты. Үлгермейсің ба? Онда мен тоқал алайын. Бүйте алмайсың ба, сөйте алмайсың ба деген сияқты. Условия ғой ма? Талай таныстарым бар. Мысалы ол керісінше жұмыста бүгін жұмыс болмаса да, ол жұмысқа қашып кетіп жұмыста отырады да, мысалға. Үйдің бала шағаның жаңағы ушуынан, тұрмыс тіршілігінен қажып жаңағыдай әйелінің ызыңын естігісі келмей ме, сондай адамдар көп та. Сол тараптан. Бір жағын дұрыс емес, сондай не дұрыс емес деймін да, ондай. Сонда жалпы ойлап келген кезде иә, мына нәрсені айтқым келді, сондай, чтобы мына семья, мысалы, біз қарапайым мен Жаслан мен Алияның семьясы даму үшін, оның бір деңгейге көтерілу үшін, бәрі жан-жақтан сенкі, менкі емес, бір болып. Иә, жұмыс жасау керек деген сияқты, иә? Аллилуйя. Сол ғой, иә, жалпы айтқан кезде бәрімізге айтып отырғанымыз сол ғой. Мынау қыздікі, мынау ұлдікі емес деген сияқты. Айтып отырған ортақ мәселеміз сол болып тұр ғой қазір, иә? Ортақ. Бұл жерде бірақ хейт кетуі мүмкін. Өйткені бізде все равно қазақи менталитет, философия, қазақи менталитет. Ер адам ол әрдайым жоғары тұрады деген.
әйел адам төмен түсіреді бір сатыда, но бірақ мына жерде жоғары тұруды дұрыс түсінбеушілік жүріп жатады ғой. басымдылық Соны береді. жоқ ол ажырату керек та. жоғары тұрғанда да Жоғары тұрғанда мен айтқаным дұрыс, мен ақша тауып әкеліп отырмын, или даже ақша таппай жатса диванда жатып менікі жоқ, қазір бар ғой, әйелдер де бар ғой, ер азаматтан қарағанда көп ақша тауып жатқан бар, отбасын асырап жатқандар да бар. Сондықтан ол дұрыс емес те, ол просто және айтып жатқан сыйластық, әйелге деген өзінің бір белгілі деңгейде бір құрметі болады. Ер азаматта мысалға енді әкең деп сөйлемейсің десе, енді әйел адам айтып отыр ғой бәрін. Мысалға біз мысалы ер адам болып мен ұлыма қызыма сөйлей берсем менің беделімде кетеді мысалға. Сол жақта мысалға әйел адам айтып бәрін реттеп отыру керек деп әкең айтқаны дұрыс деген сияқты. Әкең келсін, ол ренжіп қалмасын, мысалға мынаны дұрыстап қой, қазір әкең келеді деген сияқты бір, әкең деген сияқты бір сыйлата білу керек та мысалға. Ал енді керісінше мысалға әйел адам әкесін төмен қылып айтады да мысалға, сенің папаң жаман, сол айтпайсың ба, сол әпермей ма деген сияқты мысалға. Сонымен жаңа төмендей береді да ер азаматтың несі, дәрежесі. Иә, дұрыс. Ортақ бір мәселенің бәрін бірге шешу керек та мысалға. Бірге шешкен дұрыс та енді. Бір мемлекетсің ғой сол жерде. Анаған не керек, мынандай керек деген сияқты. Давай былай істейік деген сияқты. Енді 4 баласы өсіру айтасың да. Осы жерде енді онда ең бірінші инструмент әр адамның семья болса ер мен әйелдің арасындағы ол сөйлесу. Сөйлесу, тіл табысу, тілін табу, дұрыс сөзді айту. Тіпті мысалы өстіп айтуға болады. Бір нәрсені екі сөзбен айтуға болады, оның мағынасы әртүрлі болады. Даже әйел адам ананың тонын түсініп алады да, уже қабылдамай жатады. Вроде жақсы сөз айтып тұр, но бірақ тонын түсінеді, интонациясын түсінеді, ырғағын түсінеді да, уже қабылдамайды. Мысалға, және Жаслан бауырымыз Алияға звондап, Алюша, чай қоя салшы десе мысалға. Или болмаса, Алия, чай қой десе мысалға, сол сияқты нәрсе ғой. Бір нәрсені неше түрлі жеткізуге болады да, сол сияқты. Сондықтан тіл табысу үшін сөйлесу керек. Коммуникация туралы айтпақшымын. Бұл жерде Шымкентский иә, майда болу керек, бірақ майдалықты біз адекватно қабылдау керекпіз деген сияқты. Бізге сай, біздің менталитетімізге сай. Енді мына жерде әншіліктен біз неге отбасы жағына кетіп қалдық деп түсінбеуі мүмкін көрермендер. Өйткені менің ойымша Айдын Алдарханның ең басты қағидасы ол отбасы. Қандай әнші болсын, қандай военный болсын, қандай дәрежеге жетсін, басқа салада бизнесмен болсын да, ең бастысы отбасы. Сондықтан отбасы жағынан осы көзқарастарын біле отыра, ол қандай адам, қандай маман, қандай әнші, сол жағын көруге болады деген ойдамын. Сондықтан осыны сұрақтар қойып отырмыз. Мне кажется, өте қызықты. Өйткені қазіргі жастар арасында түсінбеушілік өте көп. Анандай айтады ғой, мен бір үйдің жалғызымын, қыз, мен бір үйдің жалғызымын, біз беріспейміз. Мен беріспеймін, сен беріспейсің. Мысалға мынандай отбасылар бар ғой енді. Менің өзім жанымда жүрген замандастарым ақшам береді әйеліне. Мына киіндір дейді да. Соны ақша қайда деген сияқты. Енді берсін мейлі ол. Мен зарплатамды мүлде көрмеймін деген сияқты. Качкан мысалға сұраймын, пин-коды қандай деген сияқты. Сондай енді ол бір жағынан ят емес енді ол. Отбасын асырау керек деген сияқты, соны карточкасын бере сал, зарплатаны. Өзім басқа бір тірліктер жасаймын мысалға. Соны енді балаларымды, ұлдарымды мысалға тәрбие, ұлдарға қатты қараймын өзім. Кішкене военный сияқты. Кешке жақын сумкалармен построение деген сияқты. Содан кейін киім-кешек ұлдарға қатысты мысалға. Өзім барып алып, таңдап, үстіне, аяғына деген сияқты. Соның бәрін сөйте беремін оны. Уақыт өткізесіз ұлыңызбен бірге жеке? Мен сөйттім деп сырласамыз көбінде. Ұрсам, мысалы, жұмыс, мектепте бір бала болғаннан кейін бір тентектер болады ғой. Маған айтады, ұлыңыз өсті де, бүйтті, ананы ұрып жіберді, бүйтіп жіберді деп айтады. Сол кезде ақырын алып кетемін. Екеуміз бір 4-5 сағат жүреміз, ойнатам, арасында айтам да соның бәрін. Машина отырғызып аламын, айтамын мынандай. Одан кейін ол ұлдарымды алып аламын да, енді бомждар жүреді, мусорды қопарып, сол жерде тоқтаймын. Айтамын, сен сабақ оқымасаң, осындай тәрбие тыңдамасаң осындай боласың, жақсы ма деп. Болмаса жол жөндеп жатады ғой, көше сыпырып жатады, солар көрсем осындай жақсы ма деп. Олар да одан кейін жұмысқа келіп
езу майларын тіліп отырып тамақ ішкізбей жұмыс істетемін енді. Мусор тазалатқызамын, бірдеңе сыпыртқызамын, түрлі нәрселер жасатамын енді. Ойбай шаршадық дейді да дұрыс мысалы. Сондықтан солай арқылы неметкізесін жеткізу керек та, жаңағы дурная голова ногам покой не дает деген сияқты. Сондай бір эксперименттер жасап жүремін енді өзім. Тура бағана айттыңыз ғой, сіздің ұлыңыз сіздің былай бүйтіп алған копияңыз ғана ғой, даже жүрісі, дауысы, қозғалысы, істеген әрекеттері, және сіздің біз подкастқа дейін біраз кішкене күтіп қалдыңыз ғой, соңғыдағы сіздің әрекетіңіз Айбынның біздегі сабақтағы әрекеті бірдей ғой. Тыныштсыз, иә? Тыныштсыз, иә. Тура өзіңіз сияқты ғой. Мен сол мектепте де баяғыда отыра алмай тұрмын сөйтіп. Алдыңғы партада отырамын, елдің бәрі тақтада бақылау жазып жатқан кезде мен ақырын мысық қысап артқы партаға барамын да, 5-ші партама соңғы сол жерде тұрған шелекті алып келемін да, 3-ші партада бір Жанардың или Инжира деген қыздың аяғының астына қоямын өстіп. Ана бүйтіп отырады да, үлкен парта ғой, бізде ағаш парталар. Өстіп отырады да, бақылап бастарын бүйтіп жазып отырады, аяғын жинаққан кезде бос шелек салдыр ете түседі ғой. Сол кезде аха доя деп айғайлаймын мысалы. Соны мысалы былай қарасаң не керегі бар деймін да. Сондай бір недерім бар болатын, бауын байлап сайым сондай. Енді қараңызшы, қызық бір жағынан сол кезде айтады да, ана балаға басқа ештеңке бір тәрбие беріп, соны тағы бірдеңке жасама дейді да. Сен не жасайсың, бала соны ғана қайталайды да. Мен мысалы мектепте мұғалімдер айтады, осындай нәрсе жасап қойды деген. Соны бір бақастап апты деген сияқты. Өзім істеген нәрселерім есіме түседі да сондай. Шын ғой, сонда балаңызға бір жамандығым жоқ бірақ енді. Иә. Бір аңқылдап өте енді. Жұмысқа келген кезде жұмыс істеп, белсенді, ойбай, елдің бәрі шаршадық, кетейік деп тұрады. Тағы бір носилка апарып тастайық деп тұратын адамбыз ғой. Айбыннан айтамын, өйткені Айбын өте мейірімді. Ақ көңіл балалардың әрқайсысына болғысы келіп тұрады, айтқысы келіп тұрады, жан пида болып тұрады әрдайым. Сондықтан енді Айбынға қарап сізді білуге болады деген сияқты ғой. Керемет балалық шаққа шолу болды деймін. Менің ойымша негізі бұзық балалар осындай. Бұзық емес ол енді. Анандай жаман ниеті жоқ қой. Тыныш отыра алмайтын балалар, тентектер, анандай ерке тентектер, олар келешекте бір үлкен жетістікке жетеді деп ойлаймын. Неге десеңіз, өйткені ол баланың фантазиясы бар, ол баланың шектеуі жоқ. Өйткені отыр, тұр, жат, я, жоқ деген тәрбие болса, совсем анандай, немесе слишком еркелетіп, анандай нетіп жерсе, границадан шығуға қорқатын балалар, олар есейген кезде де сондай болады. Мне кажется, сондықтан да сіз қазір андай военныйда болып, ана жақты да көріп, мынаны да көріп, жан жақта шектеу жоқ екенін көріп тұрсыз да, например, адамдар көрсетіп тұрсыз да. Анамен де сөйлесу, мынамен де сөйлесу, сонымен қатар еще қарапайым болу. Енді ол үлкен бір все равно жетістік деп ойлаймын, өйткені бір дәрежеге жеткен или бір адам таныған адамдар кей кезде бүйтіп шірейіп, нәпсісің етіп, мен осындай, мен мынай жатады. Ал сіз кәдімгі қарапайым әкесіз, адамсыз. Сондықтан ол өте анандай не емес, как сказать, минус емес, наоборот, плюс, үлкен плюс, өйткені ол күш. Ондай күш екінің бірінде бола бермейді, сондықтан өте күшті нәрсе деп ойлаймын. Жаңа бір леп әкелетін нәрселер сондай нәрсе ғой. Сондай адамдар ғой, мысалы, мысалы қалып қалған мұғалім ба, мұғалім, там врач па деген сияқты жолмен жүрмей, өзіңізге военный ма, ол военның шектеу жоқ екен. Оказывается, осылай да істеуге болады деп сізге қарап істеуге болады. Воендар айтады, менде устав, мен осылай ғана жүру керек, мен осылай ғана тұру керекпін деген сияқты. А если душа требует, почему нет? Не істеуге болады деген сияқты нәрсе ғой. Негізі ол мейлі военный болсын, мейлі ол бос уақыты болсын, түк істемейтін адамдар түк істемейді. Мен мысалға әріптестерім бар, достарым бар, музыкальныйды Қызылға бітірген, қазір Алматыда жүр, жан жақта жүрді. Олардың бір авторский әндер жоқ, өздерін айтам да. Еңбек етпейді. Қызылға бітірген, бүгінгі күн, ертеңгі тарих деп айттым ғой және. Ол бүгін дауысында жазбаған, не бір съемка жасамаған, бейнебаянда жоқ. Сондай керемет дауыс иегерлері соны пайдаланбайды да мысалға. Не бір артынан 30-да жазған дауысың бөлек, 40-да жазған дауысың бөлек деген сияқты ғой. Ол дами бересің, дамытсаң. Сондықтан сол балалар, сол достарымыз аттарын айтсам ренжиді. Өздерін айтам мен.
солар мысалы соны оқыды ғой, 4 жыл оқыды музыкальный, жаңағы 9 жыл оқығандар да бар. Танимын ондай кісілерді. Сол музыканы жаңағы бірақ еңбек жасамайды да, бір авторлық ән жазбайды, дауысы керемет, менен 10 есе күшті айтатындар істемейді. Сол жағын ізденіс жоқ, еңбек деген сияқты 1% талант па, 99% еңбек деген сияқты ма? Әлемнің әйгілі мысалға ары кетпей қой, Димаштың өзі де мысалы запись жазады. Ол мысалы біздің әндеріміз радиода да түрлі концерттерде де қолданады. Сол сияқты олар да запись жазу керек қой мысалға. Өзінің дауысына келетін гармониямен жаңағы сияқты. Олар істемейді ондайды. Сол тараптан қарағанда мен бір жағынан бірдеңе істеп жатырмын деп ойлаймын да, өзіме шабыт беремін. Енді бір азды көп болса да бір 6-7 бейнебаяным бар екен, сапалы түсірген. Оны насихаттап жатырмын жаңағы Қазақ радиосында, Жұлдыз ТВ деген сияқты радиоларда әндерім шырқалады мысалға. Өзім жетістік деп ойлаймын да соны. Иә, жетістік. Мысалы, сіз жаңағы бізде Қазақстанымызда танымал артистермен қалай келісімге келесіз, и ол жағынан сізбен қалай жұмыс жасауға болады деген сұрақтар болып жатса, қалай, мысалы, бар ғой? Келісімге келгенде енді сол баяғы өнердің жағасында жүрген кезден бері танимын. Мен мысалға кезінде радиода жұмыс істегем. Ал диктор болсын. Студент кезімде. Содан бастайық. Мысалға студент болып жүрген кезде өзі сағатына 100 теңге төлейді ол кезде. Ол күшті ақша болатын е? 2 сағат эфирде отырасың, ән қоясың, эфир жүргізесің. Я, құрметті тыңдармандар, әуе толқында жан сырым сазды бағдарламасы деп. 10 болғанда сағатың таусылар достар тағатың, арнаңдар тілек арнаңдар туысыңа жағатын деген сияқты. Жан сырым сазды бағдарламасы біздің жаңағы кирешке бамбастер өнімдеріміз қолдай деген сияқты. Мұтқап мен сондай көп 258-259 абонент миксқа хат жазыңыздар деген сияқты сөйтіп отырадығымыз. Сол кезден бастап әншілермен танысып, оларды эфирге шақырамын, тоже пысықтық танытып, қарым-қатынас. Содан кейін енді өзімде бір ара-тұра әншілік немен бір конкурстарға бардым. Сағындырған әндерге қатысам, көрем, Айдеке анау деп мысалы концертте кездесеміз деген сияқты. Сөйтіп таныстығымыз дами берді. Бір көрген таныс, екі көрген жаңағы туыс деген сияқты. Енді қазір сіз продюсерлікпен айналысып жүрсіз ба? Сонда сізге келген кезде жаңадан бір солай көтерілем деген бала қалай сізбен жұмыс жасай алады? Даже жасөспірім. Өте оңай жұмыс жасау. Бар білгенімді ол бала жанып тұратын болса, ешқандай ақысыз көмектесем. Көмектесіз ба? Болды. Алтын сырға қай жерде эфир? Алтын сырға сіздерге құлақтарыңызға егер жанып тұр, вокалдан, жұлдыздармен жұмыс жасайды, дауысы бір талант болатын болса, Айдын мырза сіздермен ниет болса, ынта болса, тегін сіздермен жұмыс жасауға дайынбыз дейді. Сондықтан осындай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Оразада десеңші. Ораза бітқан ба? 9 күнде. Эфир шыққанша эфир бітқап. Біз оразада түсіргенбіз, ораза келесі жыл деп отырмайық. Жоқ, уәде. Егер сондай бала болатын болса, бұлақ көрсең көзін аш деген, соған бағыт-бағдар беріп, бәр білгенді жасап, тіптен республика деңгейге дейін шамам келеді. Қазір Мақпал апайдан осыншама мақтау көрдім. Сіз алып немеде Инстаграмда кәдімгідей шулап жатыр. Соны қалай ол кісімен жұмыс жасаған, қандай? Айтыңыздар. Жұлдыздармен жұмыс жасау жалпы. Жұлдыздармен жұмыс жасағанда мен танимын былай негізі. Олар да адам сияқты ғой енді. Адам сияқты емес, адам ғой олар. Енді қарапайым адам сияқты деп жатқаным ғой. Қарапайымдықтары жоғары дейсіз ғой, иә? Енді кейбір әншілер бар, бір ән жазып, кеудеден көтеріп, кеудесін нампысырып, дандайсып кеткендер бар. Ол енді өзінің сана сезімі. Бірақ адам болып қалу керек та, ол қандай, мысалға, тұлға болсын, қандай атақты болсын дейсіз ба? Атақты болсын, қандай ол қызметкер болсын. Санасы келген адаммен мысалға 70 жас болсын, мейлі 20 жаста болсын, екеуі санасы бір жерде түйісіп ойлау. Дос болып, қарым-қатынас жасап, арғай араласып тұруға болады оларға. Сіз таңдайсыз ба әртістерден? Мынандай әртіспен жұмыс жасаймын, мынандай әртістермен жұмыс жасамаймын деп. Мысалы, сіз біздің қаламызда осындай ұйымдастырып жатсыз үлкен концерттер. Мысалы, сізге өзіңізге ұнамайтын бір белгілі бір әнші келіп тұр да. Ондай жоқ.
жоқ па, бәрімен жасай бересіз ба? Жұмыс жасап, енді мені мысалға эфирді пайдаланып айтайын, осы шығыстағы болатын концерттер, шығармашылық кештер барлығы менен бағыт бағдар сұрайды, мынаны қалай істейік, осындай кеш берейін деп жатырмын деген сияқты. Соның барлығына мен енді көмектесем, дұрысымды айтам, мынау керек емес, мынау керек деген сияқты. Алдағы уақытта концерттер мысалға болатын концерттерім жоспарласады да. Сондықтан мен оны біреуді көре алмау деген сияқты ондай не жоқ. Керісінше болысып, тіптен бүйтіп керек емес болса да айтпай қойсам да болар еді, сондай фишкалардың бәрін айтып, былай істесең былай болады, мынандай нәрсе жасайық, осынша жетеді деген сияқты. Мынаны былай істейік деген сияқты. Барлығын егжей-тегжейін айтам. Ақылы ма? Тегін. Сізде ақы алмайды екенсіз, бәрі тегін ғой мына кісі. Жоқ, ол өз рыздық келеді ол. Қалай келеді сол рызық, айтыңызшы. Береді, келеді. Ол бір секрет дейсіз ба? Иә, секрет. Жоқ, болмайтын нәрсеге енді оны бір жігіттілікке жатпайды деп ойлаймын. Маған былай деген сияқты. Қарапайым бір кеңес ретінде. Кеңес қой, қарапайым кеңес. Бір қызықты оқиғалар бар ма есіңізде? Сол әртістермен болған, көрермендер қызықтысын. Енді күнде қызықты қойсаңшы. Айтуға болатын. Білмеймін, қайсысын айтады. Қайсысын айта беріңіз, бәрін айтып қызықты оқиға. Қайрат Нұртаспа кім таниды, кім не болады, не дейді? Мысалға? Осы Өскеменге келген кезде бір қызықты болды ма? Бірдемеге таңдалды ма? Жоқ, мысалға Қайрат Нұртас екеуміз неге апардым, гестқа апардым. Сол гестқа барсақ, орыс ағайындар ғой жерде, катерді жүргізетін. Фуражкаларын киіп алған моряктың. Сөйтеді да Қайраттың әндерін қойып қойыпты. Қайтаны неше түрлі әндерін қойып қойыпты да. Соны Қайрат айтады маған, сен айттың ба дейді, арнайы қойдың ба деп ойлап, мына постановкада ойлап тұр ғой. Айтамын, жоқ, білмеймін мына кісіні. Сенің әндерің ғана тыңдайды екен деп айтамын да. Соны ана Ваня ма, Вася ма деген бір кісі екен. Айтамын, дядя Вася дедім, по-моему. А эту песню кто поет, знаете, десем, да я не знаю, мне нравится, и вот я слушаю. Сөйтеді да ана кісі. Сигаретін тартып өз алдына барып. Қиял болып тұр өзі. Соны айтым, вот он поет деп көрсеттім. Мен кәдімгідей үш әріпке боқтап жүрді. Дегізді ғой. Итекті ғой деген сияқты қылып жүрді. Содан кейін? Земля в иллюминаторе болғасын әдемі. Соны айттым, Қайрат айтады, я пою деді соны бір кезде. Ана айтып берді соны. Да ты что деп ана сөйтіп мәз болып қалған. Сөйтсем бір орыс ағайындыларға да ұнайтын бір әншілер болады екен да сондай. Қазақша, әдемі музыка. Сенбей қалғанда сондай бір қызықтар болған. Қызық еді. Керемет. Қандай, бәріміз пендеміз ғой, сондықтан бәрінде плюсы, минусы бәрімізде бар. Кімді, біреуді жақсы деп қабылдасақ, жақсы, жаман деп қабылдасақ, қабылдау бәріміз өзімізде деген сияқты. Сондықтан сіз бен біз ешқайсымыз періште емес, бәріміздің жанымызда айтады ғой, шылар жүреді, олар жайдан жай жаратылған жоқ, олар бізді азғыру үшін жаратылған деген сияқты. Сондықтан ешкім періште емес. Сіз арқылы біз олардың жақсы немесі болса да, оларды біраз танып, олардың жанында жүрген қарапайым көріп деген сияқты. Себепші болып жүрсіз ғой, шынымен ондай. Үлкен дүние. Мысалы Қайраттың адамгершілігі өтті жоғары, иә. Қолындағы барын беріп кетеді. Мысалы мұнда келген кезде мейлі мен мысалы енді сондай бір миллионер емеспін деген сияқты. Өзі барлығын өзі төлеп, өзі құрмет білдіреді да мысалы. Енді кез келген мысалы өнерпаздардың ішіндегі сол қарапайым тәрбиесі бөлек. Бәрінде қарапайымдылықпен. Халық сүйеді сол үшін шығар дейді. Адамгершілігі бөлек сондай азамат қой. Күшті. Әкеле беріңіз. Өйткені біз енді шалғай жерде орналасқаннан кейін, провинциальный қала болғаннан кейін, орысша қала болғандықтан біз орыс әртістерін білеміз, орыс адамдарды көп білеміз. Қазақтарды таныта беру керек, әкеле беру керек. Оларды бізге тарту керек, өйткені қазақша, қазақи әуен, қазақи бір атмосфераны әкелетін сіздер ғой, басқа кім әкеледі бізге? Иә, сізді сол үшін жаңа айтқан команда үлкен болып жұмыс жасап, жаңа сияқты осы жерге сол үрдісті, мысалы айлық, апталық деп сияқты нәрселер істелінеді ғой, қар көп. Сол сияқты дүние жаса өте мықты болады деп ойлаймын. Өйткені бір емес, екі емес, бәрібір бір қазақ соны қолына алу керек болды. Иә, оны сіздер жаңа сияқты шыға алмай жатырмын, ол яғни болашақтың еншісінде дедіңіз. Болашақта қандай планыңыз бар, сондай бөлісіңізші. Болашақта Астанаға көшу десем. Бопты онда дедіңіз. Жалықтым Өскеменнен деп па?
болашақта енді негізі айтпау керек деп айтады да негізі. Иә. Біз көбінде айтып тастаймыз да, содан ол орындалмай болмай жатады. Сондықтан енді біраз жоспарлар бар. осы бағытқа байланысты Әртүрлі бағытта. Әлі көресіздер, әлі естисіздер. алла қаласа. Иә, әмин, бәрі әмин. болсын. Иә, болсын. Тосыннан болатын бір. Сол сіздердің осындай бағдарламаға шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Арнайы бір не болмағаннан кейін не айтарымды да білмейді екенсің. Неге біз сұрақты бізде, иә? Сонысымен Біз жаңа сізді әке ретінде, неме ретінде шақырдық, өйткені самға даму орталығы болғандықтан біз жаңа сіздікі, менікі деп жаңа сияқты өзіміз айтпақшы бөлмей, жалпылама сұрақтар сол үшін қойып отырмыз. Енді сіздің балаңыз біздің осы орталықтың құрылғанынан бастап келе жатыр. Балаңызда қандай өзгеріс байқадыңыз, соны айтыңызшы. Баламыз енді қазір енді атасы бірдеңеге ұрысса, не болып қалды ата? Шай ішесің бе деп әзілге сөйтіп айтады ма? Сондықтан кішкене балам негізі тұйық еді. Осы орталыққа келгеннен кейін ашылып, өзінің ойын жеткізе алады. Бір жерде бір аптығын басып отыра алады дегендей. Үлкенге ізет, кішіге құрмет білдіреді. Амандасуды өзі бір бөлек болып қалған бір тұлға болып қалыптасып келе жатқандай бір көрінеді да маған. Мен өз балаң болғаннан кейін қамшылайсың, сол баланы нетесің ғой, тәрбиеге саласың ғой, бір кәлияға саласың. Сондықтан оны біз зерттейміз әлі де. Сол зерттеу көзқарастарыма қарағанда бір жақсы жағында балам дамып келеді. Мысалы үйдегілер айтады, енді бізді апарып әкелу жұмыстамыз, әуре болады да былай қарағанда. Бармай қойсақ айтады, сол не керек деген сияқты үлкен кісілердің тарапынан айтылады сондай нәрсе. Ол не керегі бар деп, түк те пайдасы жоқ деп атасы шығады мысалға. Бір апарып жатпаса да. Біз жоқ барады деп айтамыз. Мысалы енді ешқандай ақылы да емес. Сондықтан өздеріңізге рахмет. Балаларға бір бағыт беріп, жаңа көріп бұлақтың көзін аш деген сияқты. Ішінен бір актер болам деген сияқты бір бірдеңелер қарап. Сахнадан көргенде қандай неме болдыңыз, әсер болдыңыз енді? Өйткені бізде ондай спектакль ойнап, рөл ойнау қазір жоқ қой өскеменімізде. Ең алғаш рөл ойнап шыққан кезде әке ретінде. Енді сол саланы бір негізі мынандай нәрсе бар ғой. Қандай ол бала болсын, біздің мысалы біз өзімізді баламызды әке шешемізді тірі кезде жалпы оларға біздің жаманшылығымызды көрсетпей, қашанда соларды құрметтеп, қошеметтеп, сыйлап өтсек, жамандығымызды көрсетпей, олардың бастарын пәлеге душар қылмай. Сол сияқты бізде мысалы баламыздың өстіп дамып келе жатқанына, дұрыс жүргеніне, сахнаға шығып жатқанына өте марқайып қуандым да. Осындай самға жасай берсін. Рахмет, Әлия, Назым дұрыс бағытта жұмыс жасап жатсыңдар деген. Іште әрдайым сондай бір ниет, тілек тұрады. Жұлқынып сахнаға шығып бір айтқым келеді, бірақ болды, все, до свидания деп айтады. аяқтай сала ма? Аяқтай салады. Сондықтан осындай орталықтар негізі көп болған дұрыс. Соның ішінде бір бірегейі осы самға. Сеніміңізге рахмет ең бастысы. Өйткені екінің бірі жаңа айтпақшы түсіне бермейді, бір айтады оның пайдасы не дейді. Мысалы мен театрда қанша 10 жыл істеген кезде маған айтатын, осы актерлікті неге сахнада секең қағады, бұның не пайдасы бар деген сөз естігеннен кейін бұл ауыр тиетін нәрсе болған. Мысалға жаңа ұлыма бір киноға түсуге не қылыпты. Сол кезде бір түрлі рөлдерді сомдауға. Мысалы ит бол, біреуі мысық бол, болмаса біреу қайғыр, күл, өкін деген сияқты. Сонда Айбын ең жақсы не көрсетіпті да. Сол жағынан да қуандым да мысалы. Сабақтан алды ғой. Ал қалған балалар басқа жақтан келген балаларға топтасқан бір жерде. Сондықтан өте базамен бар. Базамен жасай берсін, иә. Енді бастамасы ғана, бірақ жақсы бір нәтижесі береді деген ойдамын. Рахмет, келгеніңізге рахмет, сұхбаттасқаныңызға рахмет. Көп нәрсе біліп жаттық, аша жаттық деп ойлаймын, көрермендерге ұнайды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар, лайк басыңыздар.
сіздердің қолдауларыңыз бізге қажет. Әсіресе Айдын Алдарханның көрермендері скромно айтып отырса да, бірталай өзінің көрермендері бар, ол кісінің тиктокта да, ютубта да. Жұлдыз бұл кісі. Көрермендер мені қолдап кетіңіздер. Иә. Патриот деп түсінген. Реально патриот, өзінің жері, елі туралы кәдімгідей каждый өлеңдеріңіз сондай, сондықтан оны жасырмай, кәдімгідей ашық, паш етіп айту керексіздер. Өйткені сіздер сияқты азаматты адамдар көру керек, білу керек. Біз сол үшін осы подкастта Назым екеуміз біраз жұмыс жасадық, иә, жұмыс жасадық. Енді қаншалықты ашалдық, қаншалықты болды, енді ол бір Алланың қолында. Катонның аудан болғаны құтты болсын. Құтты болсын, құтты болсын. Аудан болған кезде бара алмай қалып, осы наурызда айтып барып қайттық. Серік Ибрагим екеуміз. Күшті. Керемет, сондай қуантатын Жаңалықтар, иә. Жаңалықтар. Күшті. Сол, рахмет. Эфирде тек қана жақсы жаңалықпен жүздесейікші. Иә. Жақсы. Сәттілік. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Yabancı seni beste, her kadar başarılı bir